асыл тұқымды қой жәрмеңке көрмесінің межелі сәті марапаттау сәтіне кезек берейік. Әділ қазылар сөйлейсіздер ма? Сөйлемей-ақ марапаттай берсін деді жаңа аға. Мына қазір жаңбыр жауып келе жатыр, алыстан келіп жатқан қонақтар бар, бәрі асығып жатыр да. Ренжімейсіздер, Болды, олай болса беріңіздер, марапатты жіберейік. Ал бағанағы көрменің реті бойынша ең бірінші қозы түс ұрғашыдан басталған болатын. Диплом қымыз мұрындық 2026 шарасы аясында ұйымдастырылған асыл тұқымды қой шаруашылығын дамыту және насихаттау мақсатында Жамбыл облысы Қордай ауданында өткен облыстық асыл тұқымды қой көрмесінде ұрғашы қозы салмағы 80 килограммнан жоғары категорияда қатысып, салмағы номинациясы бойынша 3-ші орын иеленген фантастиканың иесі Қайсар бауырымыз марапатталады. 3-ші орын. Бәрекелді. Бір қошеметтеп қойыңыздаршы. Тарс қалуадырын аяқтайды. Енді кезекте дәл осы мәтін аясында салмағы номинациясы бойынша ал бәрекелді, құтты болсын, марапаттар жалғаса берсін. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында өткен облыстық асыл тұқымды қой көрмесінде ұрғашы қозы салмағы 80 килограммнан жоғары категориясында салмақ номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген үшін Титанның иесі Али мырза марапатталады. Бір қошеметтеп қойыңыздаршы қанеке. 2-ші орын ұрғашы қозы түс номинациясында 2-ші орынмен Титан иесі Али мырза. Аталған номинация бойынша салмағы номинациясы аясында 1-ші орын иеленген үшін чемпионканың иесі Абдусамат марапатталады. 1-ші орын. Қозы ұрғашы номинациясында бас бәйген иеленген үшін Самат бауырым құтты болсын. Мотоцикл жүлдесі. Бұл тауға шығасың қойылады. Аталған номинация бойынша бойы номинациясы аясында 3-ші орын иеленген үшін Али мырзаның ұрғашы қозы Титан иесі Али мырза марапатталады 3-ші орынмен. Бір қошеметтеп қойыңыз. Бой номинациясы бойынша 3-ші орын иеленген үшін. Иә. 2-ші марапат. Ардақтағандар, бой номинациясы бойынша марапат болып отыр қазір уже. 80 килограммнан жоғары ұрғашы қозыскер аралығында бой номинациясы бойынша 2-ші орын иеленген үшін фантастиканың иесі Қайсар марапатталады.
Құрметті жобан бауырлар, бой номинациясы бойынша жүлделі бірінші орын иеленген үшін чемпионканың иесі Абдусамат марапатталады. Жүлделі бірінші орынның жүлдесі мотоцикл. Мына жерде де бойдан бірдей болды, бірақ салмақ категориясы бойынша мінекей беріліп отыр. Бірінші орынды жақсылап түсіністікпен қараңыздар. Алғазыларға рахмет. Мына жүлде құтты болсын бауырым. Бірдей болып қалды жаңа. Екеуі бірдей болды да салмақ ауыр болғанда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында өткен облыстық асыл тұқымды қой көрмесінде ұрғашы қозы салмақ 80 килограммнан жоғары категориясында түр сипаты, яғни экстерьер номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орынды иеленген үшін Зитаның иесі Али мырза марапатталады. Бір қошеметтеп қойыңыздар ағайын. 3-ші жүлдесі Али мырза, Жамбыл облысы Тараз қаласы КХ Али шаруашылығы. Атақты Борман тұрған қора. Ал бәрі келді, бір қошеметтеп қойыңыздар шардақты ағайын. Мінеге. Түр сүйім аталмыш номинация түр сипаты бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген үшін дәл осы титанның иесі Али мырза марапатталады. Бәрі келді. Жүлденің біраз таразы қайтады сияқты ма? Қозы түс салмағы 80 килограммнан жоғары категорияда түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі 1-ші орынды иеленген үшін фантастиканың иесі қайтар марапатталады. Ағайындар, Торғай ауданы. Ал қайтадан айттым деді. Бәрі келді, ал құтты бола берсін. Мотоцикл тозбасын. Мінеге. Иә. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында өткен облыстық асыл тұқымды қой көрмесінде 2 тіс 4 түс сақтар салмағы 100 килограммнан жоғары категорияда салмағы номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін сән сұлудың иесі Айбек мырза марапатталады. Қай жақта? Меркі ауданынан Айбек мырза сән сұлудың иесі марапатталады. Жүлделі 3-ші орын салмағы номинациясы аясында. Айбек деп тұр ғой. Зала берес барағанаға. Болды. Түсінікті. Болды. Дәл осы 2 тіс 4 түс сақтар аясында салмағы номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген үшін Айланың иесі Зияддин марапатталады. Зияддин Айла атты саулықтың иесі. Тараз қаласы. Бәрекелді, жүлделі 2-ші орын құтты бола берсін. 2 тіс 4 тұсақтар салмағы 100 килограммнан жоғары салмақ номинациясы бойынша жүлделі 1-ші орынды иеленген үшін тағы да сұлудың иесі Али мырза марапатталады. Құтты болсын. Сұлу атты сауылып жүлделі 1-ші орын иеленіп отыр ардақты ағайындар. Бүгін Борман тұрған қораның бағы жанған екен.
Тараздың төрінде чайнатайын деп жатыр. Екі тіс, төрт тіс сақтар салмағы 100 килограммнан жоғары. Бойы номинациясы бойынша жүлделі бірінші орын иеленгені үшін сұлудың иесі Али мырза марапатталады тағы да. Ал, құтты болсын. Ал, мотоцикл құтты бола берсін. Итесі жүрді. Скоростьтан шығарсаң, скоростьтан. Бойы номинациясы бойынша жүлделі екінші орын иеленгені үшін Сән сұлу атты саулықтың иесі Айбек мырза марапатталады. Сән сұлудың иесі Айбек. Сән сұлу Айбек мырза. Екінші орын, жүлделі екінші орынмен Сән сұлу атты саулық марапатталады. Иесі Айбек мырза. Раванаға, нені ұмып кеттіңіз? Медаль. Бүгін есі. Қой шамалағай. Мен әзір аптығып, Алла қаласа, сентябрь айында яғни өзіміз Алла қаласа, егер аман болса, жақсы дастархан жасап, жоқ, шықпайды. Екі тіс, төрт тіс сақтар бойынша түр сипаты номинациясы бойынша үшінші орын иеленген үшін тағы да тараздық Айланың иесі Зайнуддин марапатталады. Екі тіс, төрт тіс сақтар түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін. Ал, құтты болсын. Дәл осы категорияда түр сипаты номинациясы бойынша екінші орын иеленген үшін Сән сұлудың иесі Айбек марапатталады тағы да. Айбек. Сән сұлудың иесі, Сән сұлу атты саулық бүгінгі көрменің екінші орын жүлдегері болады. Түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі бірінші орын иеленген үшін тағы да сол тараздық сұлудың иесі Али мырза марапатталады. Ай, бәрекелді, осымен үшінші мотоцикл кетіп отыр ғой, Борман тұрған қораға. Бола берсін. Бұрын онша қатпай жүрді ғой бұл кісі. Бұрын алып жүрді. Саулықтар, енді кезекте саулықтардың салмағы номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін Марат ағамыздың Татьянасы марапатталады. Қошемет. Татьяна, Қордайлық Марат ағамыздың Татьяна атты саулығы жүлделі үшінші орынға қол жеткізіп отыр. Ал, бәрекелді.
Еңбектеріңіз жансын. Дәл осы аталмыш салмағы номинациясы бойынша жүлделі екінші орын иеленген үшін Светлыйдың иесі Мамет бауырымыз марапатталады. Түлкібастан келген. Бәрекелді. Бойы 1 метр 1 сантиметр шыққан саулық. Дұрыс қой, Светлый. Светлый ғой. Афган саулық. Светлыйдың иесі. Салмағы номинациясы бойынша жүлделі бірінші орынды иеленіп, дәл қазір мынау мотоциклді алып кетейін деп тұрған елімізге белгілі селекционер Сябан Ахметов марапатталады. Завод! Биылғы жылы екінші дүркін чемпион. Естеріңізде болса, өткен жылы республикалық Қордайда өткен асыл тұқымды қой көрмесінде Завод бірінші орын иеленген. Мінекей, екі дүркін чемпион. Бүгінгі көрменің жеңімпазы аталып отыр. Завод, бәрекелді, құтты бола берсін. Айналайын Маметжан, еңбектерің жансын. Сайды. Қой көрмесінде бойы номинациясы бойынша салмағы 120 килограммнан жоғары. Бойы номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін Қордайлық Марат ағамыз марапатталады. Татьяна атты саулық. Жүлделі үшінші орынға қол жеткізіп тұр, ардақты ағайын. Бәрекелді. Татьяна бойы номинациясы бойынша үшінші орын алды. Ардақты ағайын, кішкене бір-біріңізді қолдап қиқолап отырсаңыздар, бәріңізге ортақ мал ғой. Бүгін бойы номинациясы бойынша жүлделі екінші орын иеленген үшін Заводтың иесі Сябан Ахметов марапатталады. Бойы номинациясы бойынша екінші орын. Завод. Сайды өкел. Ал құтты болсын. Ал аталмыш бойы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы аталып отырған бірінші орын иеленген үшін саулықтар. 120 килограмм біткен жоқ. Бойы номинациясы бойынша Светлыйдың иесі Мамет марапатталады. Ал құршеметтеп қойыңыздар, ардақты ағайындар. Завод көрменің екі дүркін чемпионы биылғы. Екінші жыл қатарынан чемпион болып тұр аталмыш көрменің. Бағана көрдіңіздер қандай саулық. Ал тағы да сол саулықтар салмағы 120 килограммнан жоғары. Түр сипаты номинациясы бойынша үшінші орын иеленген үшін түр сипаты, яғни экстерьер бағыты бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін тағы да Светлыйдың иесі Мамет марапатталады. Бәрекелді. Түр сипаты, яғни экстерьер номинациясы бойынша тағы да осы саулықтардың арасында жүлделі екінші орын иеленген үшін миллионның егесі Әлинұр бауырымыз марапатталады. Құтты болсын, ардақты ағайындар, дуғал шабалақтап қойыңдаршы. Әлинұр қай жаққа? Миллионның егесі Әлинұр деп қойды.
Саулықтардың арасында түр сипаты номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы, яғни бірінші орынға қол жеткізген Завод тағы да бәрекелді. Заводтың бір көрмедегі үшінші жүлдесі, ардақты ағайындар, Сиябан Ахметовтың шаруашылығынан Завод бүгінгі түр сипаты номинациясының жеңімпазы. Қой көрмесінде сүт-түс қошқарлар салмағы 110 килограммнан жоғары салмағы номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін Вавилонның иесі Дәулет мырза марапатталады. Вавилонға бір қошеметтеп қойыңыздар, ардақты ағайындар. Қордайлық Дәулет ағамыздың қошқары Вавилон бәрекелді. Жүлделер құтты бола берсін. Аталмыш қой көрмесінде сүт-түс қошқарлар салмағы 110 килограммнан жоғары салмағы номинациясы аясында жүлделі екінші орын иеленгені үшін Молодой Әділ ағамыздың қошқары Қордайлық марапатталады, екінші орын. Келіңіздер. Салмағы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің екінші орын иегері Молодой атты қошқардың иесі мінекей. Сүт-түс қошқарлар арасында салмағы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы өздеріңізге белгілі бағана рекорд жаңартқан формула. Бір қошеметтеп қойыңыздар бір формула үшін. Ақтөре бауырымыздың қошқары, Ақтөре марапатталады егесі. Формула бүгінгі көрменің сүт-түс қошқарлар арасындағы чемпионы. Бәрекелді Ақтөре, құтты болсын. Қой көрмесінде сүт-түс қошқарлар арасында бой номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін лидердің иесі Жандос мырза марапатталады. Лидер. Бір қошеметтеп қойық, ардақты ағайындар. Жандос мырза лидер атты тоқты қошқар бой номинациясында үшінші орын иеленген үшін бүгін марапатталып жатыр. Сүт-түс қошқарлар бойы номинациясы бойынша жүлделі екінші орын иеленген үшін Монстрдың иесі Темірхан мырза марапатталады. Монстрдың егесі. Бой номинациясы бойынша бүгінгі көрменің екінші орынның жеңімпазы атанып тұр. Бәрекелді, қолдап отырайық, ардақты ағайындар. Сүт-түс қошқарлар бойы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы болып отырған Ақтөре атақты формула. Мінекей бүгінгі көрменің көзайымына айналған формула екінші жүлдесін алып отыр ағайын. Еңбек ардақты ағайындар, мына бір су жаңа жаңалықпен бөлісіп қойық. Ақтөре дәл қазір сатылды бүгінгі көрмеде. Ақтөреге берейікші сөзге дейін. Осы көрмеде формула қошқарым сатылды.
Дархан ағамызға бұйырып отыр екен. Бағасы 25 миллион болды. Құдай қаласа, осы бір сыйлықты Дархан ағама сыйлағым келіп отыр. Бұйырсын. Келді, міне біздің елдің жігіттердің төресі әрқашан дүние демейді, басқа демейді, бір-біріне сыйлық құрметін көрсетіп жатқан жайы бар. Түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Монстрдың иесі Темірхан мырза марапатталады тағы да. Түр сипаты номинациясы бойынша. Міне Монстрдың 2-ші жүлдесі. Бәрекелді, құтты болсын, қошеметтеп қойып. Түркістан облысынан келіп отыр екен бұл. Түр сипаты номинациясы бойынша қозы түс, яғни сүт түс қошқарлар арасында жүлделі 2-ші орын иеленген үшін Молодойдың иесі Әділ мырза марапатталады. Құтты болсын. Қордай ауданынан келген Молодой атты тоқты қошқар марапатталып жатыр. Иесі Әділ ағамыз, қордайлық танымал селекционер. Иә. Бәрекелді. Блондиннің линиясындағы. Иә. Той көрмесінде сүт түс қошқарлар арасында түр сипаты номинациясы бойынша бүгінгі күннің жеңімпазы, яғни 1-ші орынға қол жеткізіп отырған формуланың иесі Ақтөре марапатталады. Бір қошеметтеп қойыңыздар, шардақты ағайындар. Формула. Мінекей 2 адам, 3 адам шығып жатыр ғой. Бір қошқардың артында 3 адам ба? Бұны 3 мотоцикл дейді. Ақтөре баптаған Нұрболаттың қорасынан шыққан. Алла қаласа мен қорама ең сондықтан әрқайсысына бір мотоциклді бұйырды ғой. Шын ғой Нұрболатқа. Аталмыш қой көрмесінде 2 тіс қошқарлар, ағайын қайталап айтам тағы да, 2 тіс қошқарлар салмағы номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін аттың иесі Айбек ағамыз марапатталады әнекей. Құтты болсын. Ал бәрекелді, құтты бола берсін. 2 тіс қошқарлар салмағы номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген үшін Титан марапатталады. Иесі Абдус Самат мырза. Құтты болсын. Ай, бәрекелді. Жүлделі 2-ші орын салмағы бойынша. Екі тіс қошқарлар салмағы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы болған Орда атты қошқар егесі Айбек ағамыз өзіміздің. Шерханға беріп жатыр әнекей. Шерханның қошқары дейді. Құтты болсын, ал. Кел Шерхан. Бәрекелді. Орда. Жайлы Шерхан. Қошқардың аты Орда. Орда бұзар қошқары бола берсін. 2 тіс қошқарлардың бойы номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін даттың иесі Шерхан бауырымыз марапатталады тағы да. Бәрекелді. 2 тіс қошқарлар бойы номинациясы бойынша
жүлделі екінші орын иеленген үшін Дәуірдің иесі Бауыржан ағамыз марапатталады. Дәуір Бауыржан аға марапатталады. Жүлделі екінші орын Шу ауданынан келіп отырған. Ал, бәрекелді. Бауыржан ағамыздың селекциясы да көпшілікке жақсы мәлім. Мықты қой қошқарлар шығып жатқан. Құтты болсын аға. Иә. Жүлдеңіз көбейе берсін. Құтты болсын. Екі тіс қошқарлар арасында бой номинациясы бойынша бүгінгі көрменің чемпионы болған Орда қошқар иесі Шерхан. Сен осы жерден кетпей тұра берсейші. Құтты болсын, бәрекелді. Бәрекелді ардақты ағай, мықтының мықты деу керек. Шын мықтысы, шын сұлуы жеңген шақ бүгін. Екі тіс қошқарлар түр сипаты, яғни экстерьер номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін Байсарының иесі Әлдет мырза марапатталады. Экстерьер номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын. Бәрекелді, құтты болсын Әлдет мырза. Байсары атты қошқар үшінші орын. Екі тіс қошқарлар түр сипаты номинациясы бойынша бүгінгі көрменің екінші орын иеленген үшін марапаттың иесі Ақтөре марапатталады. Бәрекелді. Ал, Ақтөре, құтты болсын. Марапатың әрқашан марапаттала берсін деп тілейміз Ақтөре. Тек қана марапаттың төрінен көрін ал, Ақтөре, құтты бола берсін. Екі тіс қошқарлар түр сипаты номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы атанған Орданың иесі Айбек ағамыз марапатталады. Ал, бәрекелді, құтты болсын. Еңбектің ақталған күні бүгін. Енді келесі кезекте Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында өткен облыстық асыл тұқымды қой көрмесінде 4 түс қошқарлардың салмағы номинациясы бойынша жүлделі үшінші орын иеленген үшін сапаның иесі Рауан мырза марапатталады. Меркелік Рауан аға ғой. Қателеспесем. Сапа атты қошқар иесі Рауан ағамыз атында. Ал, Рауан аға, құтты бола берсін. Бәрекелді. Төрт түс қошқарлардың салмағы номинациясы бойынша жүлделі екінші орын иеленген үшін аманаттың иесі Алпамыс марапатталады. Бәрекелді. Алпамыс, Түркістан облысы, Түркістан ба, Шымкент па? Түркістан облыстан арнайы ат терлетіп келген мінекей Алпамыс бауырымыз бүгін көрмеде қанжығал болып жатыр. Аманат атты қошқары. Бәрекелді, құтты бола берсін. Алпамыс. Аманатын, елдің аманатын арқалап чемпион бола берсін. 4 түс қошқарлар арасында салмағы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің чемпионы болған Бәйтерек. Қошеметтеп қойыңыздаршы, Раман аға. Шу ауданынан келген Раман мырзаның Бәйтерегі бүгінгі көрменің жеңімпазы болды, ардақты ағайындар. Мінекей елімізге белгілі селекционер ағамыз. Мінекей құтты бола берсін, ардақты ағайындар. Төрт түс қошқарлар бой номинациясы бойынша енді кезекте жүлделі үшінші орын иеленген үшін
Гайтунның иесі Зиядин бауырымыз марапатталады. Тараз қаласынан ардақты ағайындар. Мінекей Зиядин бауырымыздың бүгінгі аталмыш көрмедегі 3-ші жүлдесі. Құтты болсын. Тараз қаласы Зиядин бауырымыз. Бой номинациясы бойынша 4 қошқарлар арасында жүлделі 2-ші орын иеленген үшін аманаттың иесі Алпамыс бауырымыз марапатталады. Ай, бәрекелді. Аманат жүлделі 2-ші орынға қол жеткізіп отыр бой номинациясы аясында. Бәрекелді, құтты болсын. 400 қошқарлардың бой номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы атанған, яғни 1-ші орын иеленген үшін бәйтеректің иесі Роман ағамыз марапатталады. Бүгінгі көрменің 400 қошқарлар арасында бойы номинациясы бойынша чемпион ардақты ағайындар. Бәйтеректі көрдіңіздер жаңа. Тұр әлбетін бәйтеректей болып тұр шынымен. Төрт қошқарлар арасында түр сипаты, яғни экстерьер номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Гайтунның иесі тағы да Зиядин бауырымыз марапатталады. Жамбыл облысы Тараз қаласынан Зиядин Гайтунның иесі мінекей. 400 қошқарлар түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген үшін өзіміздің Жамбыл облысы Тараздан келген Посейдон Қанекей иесі Хан шаруа қожалығынан Азамат бауырымыз мінекей, құтты бола берсін. Азамат Жамбыл облысы Шарал ауылы елді мекенінің тумасы. Азамат, құтты бола берсін. Ендігі 400 қошқарлар арасында түр сипаты номинациясы бойынша бүгінгі көрменің чемпионы болған Сапа иесі Роман ағамыз мерекелік. Сапа атты қошқар чемпион бүгінгі көрменің түр сипаты номинациясында 1-ші орын иеленіп отыр. Құтты болсын. Роман аға еңбегің жана берсін. Бульдозердің линиясын. Ендігі кезекте 6 тіс қошқарлар арасында, қайталап айтам, 6 тіс қошқарлар арасында салмағы номинациясы бойынша 3-ші орынды иеленген үшін геройдың иесі Марат ағамыз марапатталады. Қордай ауданы герой. Дұрыс па, өзіміздің бір Марат аға шығар? Қордай ауданынан келген Марат ағамыздың геройы бүгінгі көрменің 3-ші орын иегері. Құтты болсын. 6 тіс қошқарлардың арасында салмағы номинациясы бойынша 2-ші орын иеленген үшін Блейдтің иесі Бекжан мырза марапатталады. Ардақты ағайындар, қошеметтеп қойыңыздар. Атақты селекционер 2-ші орын салмағы номинациясында аясында Түркістаннан келген Бекжан мырза Блейд атты қошқар бүгін 2-ші орын иеленіп отыр. Бәрекелді, құтты болсын. Қошқарлары талай дүбірлі додалардың чемпионы болып жүрген атақты селекционер Бекжан Омаров мырза. Бір қошеметтеп қояқ, ардақты ағайындар. Қастейный болып отырмыз өте. 6 тіс қошқарлардың салмағы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің жеңімпазы, яғни чемпион болып отырған гектар иесі Абдусамат. Бәрекелді Абдусамат. Гектар атты қошқар бүгінгі көрменің чемпионы аталып жатыр. Енді кезекте 6 тіс қошқарлардың бой номинациясы бойынша 3-ші орын иеленген үшін, жүлделі 3-ші орын иеленген үшін
Азот атты қошқарды бір марапаттап қояйықшы. Иесі Дәулет ағамыз, Қордай ауданының тумасы. Бойы номинациясы бойынша алты тіс қошқарлар арасында бүгінгі додада 3-ші орын иеленген үшін Азоттың иесі Дәулет ағамызды марапаттаймыз, ардақты ағайындар. Елімізге белгілі селекционер ағамыз Дәулет ағамыздың Азоты жүлделі болып жатыр. Талай жылдық еңбектің нәтижесі мінекей, құтты болсын Дәулет аға. Так, сәл сабыр етіңіздерші ағайын. Мына жерде өте бізде сыйлық көп болып жатыр. Мына 6 тістің чемпион ортаға шақырамыз. Мотоциклді машинаға салмай бері алып келсін. Трициклге ауыстырамыз кәне. Әгел бері айналайын, е? Салмақтан ең ауыр салмақ 6 тіс бойынша. Мынау Әбсаматта кім бауырым? Әбсамат деген азаматтың қандай атты қошқары? Гектор деген қошқарға мына трициклді береміз. Сондықтан жақсылап қол соғып қошемет көрсетіңіздер. Мотоциклімізді қайтарыңыздар. Әкел! Мотоциклді дөңгелегін жарып тастамай әкеліңдер бер. Сәл қателік болды, айып етпеңіздер. Бұл мынау біздің басты жүлдеміздің екіншісі болатын, құтты болсын. Негізі салмаққа жұмыс істейміз ағайын. Сондықтан мынау 6 тістің ең ауырда осы трициклді Азамат деген, Аза деген принцип жасайтын. Ол емес. Бұл талант деген бауырымыз Қордайдан алып кеп, сыйлық ретінде табыстаған жүлдені Әбсамат бауырымызға беріп атымыз. Гектор атында қошқар алып атыр. Құтты болсын ағайын. Ту болса болақ. Алты тіс қошқарлардың бойы номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген үшін Блейдтің иесі Бекжан Омаров марапатталады. Блейд жүлделі 2-ші орынмен. Алты тіс қошқарлардың бойы номинациясы бойынша бүгінгі көрменің чемпионы болған, яғни 1-ші орын иеленген үшін Ягуардың иесі Қуаныш мырза марапатталады. Ягуар бүгінгі 6 тіс қошқарлар арасында бой номинациясы бойынша чемпион болып отыр, ардақты ағайындар. Қой көрмесінде 6 тіс қошқарлардың түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Азоттың иесі Дәулет ағамызды марапаттаймыз. Азот атақты атаманның бел баласы, ардақты ағайындар. Бүгінгі көрменің 3-ші орын жүлдегері Азот. Бәрекелді, құтты бола берсін. Дәулет ағамыздың еңбегі жана берсін. 6 тіс қошқарлардың түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орынды иеленген үшін Блейдтің иесі Бекжан мырза марапатталады. Түркістаннан келген атақты Блейд мінекей 2-ші орынды иеленіп жатыр. Түркістандық Бекжан Омаров мырза. Алты тіс қошқарлардың түр сипаты номинациясы бойынша бүгінгі айтулы көрменің жеңімпазы болған, яғни 1-ші орын иеленген үшін
Геройдың иесі Марат ағамызды марапаттаймыз. Герой! Бүгінгі көрменің чемпионы. Герой бағанағы атаманның баласы ғой, а? Кезінде соны ала салу керек. Марат аға, жақсылап келдік беріп едім. Бәрекелді. Құдай пейілдеріне береді ғой осындай кісілердің. Аяғы ақсақ қоз етін сол. Мәулен ағадан шыққан қозыны бағып, Марат аға баптап, мен жұмыс киіммен мен шығып сол кісілердің қорасына қарайтын деп бәрі өткізген. Ал енді бүгінгі көрменің ең қызық жаңағы абсолют категориясында қошқарлардың марапаттау рәсімі. Ардақты ағайындар, бір кішкене қол соғып қошеметтеп отырайықшы. Ардақты ағайындар, күн ауа райы суыса да бір-бірімізге деген мейіріміміз суынбасыншы. Жақындарымызға шынайы қолдап қуансақ, өзімізге де ертең жұғысы болады. Сондықтан бір қол соғып қошеметтеп құйқылап отырайықшы. Жамбыл облысы Тұраршқұлов ауданында өткен облыстық асыл тұқымды қой көрмесінде 8 тіс қошқарлардың салмағы номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленгені үшін Абдулла мырзаның Ноян атты қошқары марапатталады. Ардақты ағайындар, Ноян! Қошемет ұрайықшы Ноянға. Абдулла мырзаның баптауындағы Ноян бүгінгі көрменің 3-ші орын жүлдегері болды. Бәрекелді. Түркістан облысынан келіп отыр мінекей. Киелі Түркістаннан келіп отқан Абдулла мырзаның Ноян есімінің өзі бөлек мінекей. Елдің есінде қалатында есімдерді қойған жақсы да осы. 8 тіс қошқарлардың салмағы номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орынды иеленгені үшін Зидан атты қошқар марапатталады. Иесі Нұртас мырза. Бәрекелді, құтты болсын. Қаяудан Түркістан облысына келіп жатыр. Тағы да мінекей жүлделі 2-ші орын. Салмақ. Құрметті ағайын, мына ортаға біздің бас бәйгеміз келіп қалды. Қазір мына жүргізуші елдар бауырымыз оны тапсырады. Бұл жүлдені тігіп жатқан осы Жарлысу ауылында алыс жақын шетелге танымал Азамат деген бауырымыз өзі осы Жарлысудың өңірінен осыны шығаратын завод ашып, аза прицепті ойлап тапқан. Қазір жерде бұл атағы жер жарып, өте керемет шыдамдылығымен мынау практикалық қолдануға мал шаруашылығына арналған болып жатыр. Сондықтан осы бауырымыздың демеушілігімізбен осы бәйге тігіліп жатыр. Осы бауырымызға көп рахмет айтамыз. Бас бәйгені сол жігіт тігіп жатыр. Сондай-ақ мынау Қазақстан Республикасының еңбек ері жаңа ғана сіздерге айтып өтті. Сайранбай Дөненбаев деген ағамыз болған. Сол ағамыздың баласы Абай Сайранбай ұлы 7 мотоциклді жүлде ретінде тікті. 6. Және оның мынау Сайранбай ағамыздың ағасы Қали, ағамыздың баласы Жамбыл деген азамат 1 мотоциклді тікті. Ал қалған мотоциклді Тұраршқұлов ауданының азаматтарының үлесімен тігіліп жатыр. Сондықтан мына жақсылықты шыдай алмай айтып жар салып атымыз, уақыт алды демеңіздер. Мына бас бәйгені қойған және мотоцикл жүлделерді, кубоктар қойған жігіттердің барлықтарына амандық, жақсылық, дәулет, ырыс, бақ қонсын деп қол шапалақтап рахмет айтып қояйық бауырлар. Енді бас жүлдені жариялауға рұқсат етіңіздер. Абсолют салмақтағы ең ауыр қошқарға мына авто тіркеме, яғни прицеп беріледі.
Сәл тыныштық сақтаңыздар. Ал ардақты ағайындар, құтты бола берсін. Мінекей мына демеушілік жасаған кісілерге Құдай еселеп қайтарсын. Ендеше осы Айбек ағамыз қазір жақсылап таныстырған мынау прицептің иесін, яғни салмағы номинациясы бойынша 8 тіс қошқарлардың арасында бүгінгі көрменің чемпионы болған Ғасыр марапатталады. Аңдаспаев Нұрлан мырзаның Ғасыр марапатталады. Ардақты ағайындар, Ғасырына бір туатын қошқар, Ғасыр десе Ғасыр өзі. Құтты болсын Нұрлан аға, құтты бола берсін, бәрекелді. Ғасырына бір туатын қошқар. Атақты атаманның бел баласы, өздеріңіз білесіздер. Былтырғы жылы Талант ағамыздың шаруашылығынан сатылған болатын. Сегіз тіс қошқарлардың бойы номинациясы бойынша 8 тіс қошқарлардың бойы номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Шейхтің иесі Сябан Ахметов марапатталады. Шейх атты қошқардың иесі киелі Түркістан облысынан келген Шейх. Сегіз тіс қошқарлардың арасында бойы номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген Зидан атты қошқар. Ардақты ағайындар, иесі Нұртас мырза, құтты бола берсін. Түркістаннан келген Нұртас біздің қанжығалы болып жатыр, көріп отырсыздар. Енді кезекте 8 тіс қошқарлардың бойы номинациясы бойынша жүлделі 1-ші орын иеленіп, бүгінгі көрменің жеңімпазы болып отырған Сарыарқа иесі Серікбол мырза марапатталды. Ортаға шықса Сарыарқа Меркі ауданынан келіп отырған Серікбол мырзаның Сарыарқа атты қошқары. Мінекей, құтты бола берсін, бәрекелді. Сегіз тіс қошқарлар арасында түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Ғасырдың иесі Нұрлан мырза марапатталады. Тағы да Ғасыр түр сипаты бойынша 3-ші орын иеленген үшін Нұрлан мырза. Аңдаспаев Нұрлан ағамыз Шу ауданының тумасы, Ғасырдың иесі. 8 тіс қошқарлар арасында түр сипаты номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орын иеленген үшін Абырой марапатталады. Абзал аға, келіңіз. Қордай ауданының тумасы, белгілі селекционер, Абыройдың егесі Абзал ағамыз. Өздеріңіз білетін Абырой. Бағана байқадыңыздар кәсіпті, жуандықты. Құтты болсын, Абзал аға. Абыройда атаманның баласы. Ал ендеше соңғы жүлде 8 тіс қошқарлардың арасында түр сипаты номинациясы бойынша 1-ші орын иеленген үшін Зидан атты қошқар марапатталады. Нұртас ағамыз. Бәрекелді, құтты болсын Нұртас аға. Абдуллаев құтты болсын. Керемет. Al давай, şuraları. Kapıya kapatıyor nasıl öğretmiş? Düşme. Haydi go.
Ал ардақты ағайындар, осымен бүгінгі көрмеміз өз мәресіне жетті. Келесі выставкалар мен жәрмеңкелер